Сәлеметсіздер ме? Сіздермен дәрігер Гүлнұр. Сізді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Адыраспан ақтікендер тұқымдасына жататын көп жылдық өсімдіктер туысы, терең тамырлы өсімдік. Сабы мен гүлінде уы болады. Ерекше күшті, иісі бар дәрілік өсімдік. Биіктігі 30-80 см аралығында, бірақ көбінде 30 см төңірегінде өседі. Тау беткейлерінде, жолдың бойында, жаздық далаларда өседі. Жаз-күз мезгілдерінде жемістейді. Видеоны бастамас бұрын қазақша каналға қолдау білдіріп, лайк басып, комментарий қалдырып, подписка жасауларыңызды сұраймын. Адыраспанды Ирак халқы урау аспант деп атайды. Бұл барлық ауруға ем деген сөз. Адыраспанды ежелден-ақ киелі шөп санайтынымыз белгілі, бірақ оны ем ретінде де үй жайды зиянды қуаттан тазарту үшін де пайдаланамыз. Ең әуелі адыраспан залалсыздандыратын, яғни микробтарды жоятын қасиетке ие. Оның түтінімен жұқпалы сырқаты бар адамдардың бөлмесін ыстап қойсаңыз болады. Тұмаудың алдын алу үшін де адыраспанды түтетсеңіз пайдасы тиеді. Сонымен қатар басыңыз шымырлап, бастыңыз тоқтаусыз ауыратын адамды да адыраспанмен аластап қойған дұрыс. Егер сіздің тісіңіз ауырып, мазасыңыз қашқан болса, адыраспан шөбін қайнатып, соның тұнбасымен ауыз қуысыңызды шайсаңыз, ауырғаны тез басылады. Халық емшілері адыраспанды ревматизм, қышыма және басқа да тері ауруларын емдеуде пайдаланған. Оның шөбінен қайнатып жасалған тұнба суық тигенде безгек ауруларына, нерв жүйесінің әлсіреуіне және ұстама ауруларына ем болады деп санаған. Адамдар оның шөбін жағып, түтінімен бас ауруын емдейді. Әрі жұқпалы сырқаты бар адам жатқан бөлмені зарарсыздандырады. Адыраспан шөбінің қайнатындысы шымен тұнбасы ауруды басып, адамды тыныштандырады. Сырқатты асқындырмауға, тер шығаруға көмектеседі. Сонымен қатар адыраспанның қайнаған суын безгек, ұстама, жүйке ауруларымен ауырған адамдарға ішкізеді. Тау халықтары ұйықтататын дәрі ретінде де кеңінен қолданады. Сондай-ақ халқымыз адыраспанды тұтатып, түнімен үйді, мал қораларды аластаған. Бұл ауру сырқау, індет пен бәле-жаладан сақтайды деп ырымданған. Қалай болғанда адыраспан өте улы өсімдік болғандықтан қайнатпасын ішке қабылдарда сақ болған жөн. Дәрігердің немесе білетін адамдардың тағайындауымен аса сақтықпен қабылдау қажет. Адыраспанды шикізат көзі ретінде де қолдануға болады. Яғни адыраспанды қайнату арқылы жүн мен жіптерді бояйтын бояу және шаруашылық зиянкестеріне қарсы тұнба алынады. Радикулит, сегіз көз ауруларынан зардап шеккен адамға ұнтақталған құрғақ адыраспанның 70 грамын матадан жасалған дорбаға салып, үстіне қайнап тұрған су құяды. Біраздан кейін дорбаны сығып, белдің ауырған тұсына қойып, сыртынан грелка қойып немесе жылы жауып байлап қояды. Жарты сағат ұстағаннан кейін байлауын шешеді. Бұл әдісті күніне 5 мезгіл жасау қажет және алдыңғы пайдаланған дорбаны сол 4 уақытта қайнаған сумен жібітіп қолдануға болады. Және көру қабілеті төмен адамдарды адыраспан тұнбасына шарап пен бал қосып емдейді. Адыраспан жапырағын танып, булау арқылы ісікті қайтарады. Жүйке, қояншық ауруларын емдеуде, тістің қызыл егі қабынғанда адыраспан тұнбасын пайдаланады. Адыраспанның сабағы, жапырағын қайнатып, күнделікті мөлшерлемемен ішсе, талма, сал, суықтан болған ми қабынуы және тарамыс ауруларына жақсы ем. 600 грамм адыраспан шөбін жарты литр қызыл араққа қайнатып, күніне 30 граммнан 1 ай ішсе, талма, бастың созылмалы ауруынан айықтырады. Күніне 6 граммнан 15 күн ішсе, ревматизм ауруын басады. Оған жаншылған сығыр тұқымын қосып, жалғастырып ішсеңіз, демікпені жазады. Тісті адыраспан шөбімен ыстаса, қақсап ауырғаны басылады. Сонымен қатар құрамында адыраспан қоспасы бар дәрілер қабыну, бас ауруы, зәр айдауды жақсарту, іш ауруын алғашқы кезеңде, тер шығару, ішек құрттарын өлтіру, орталық жүйке жүйесі жұмысын реттеп жазуға жаратылады. Дәрігерлер энцефалит, эпилепсия, қалтырау салдарына ұсынады. Аталмыш шөптің емдік қасиеттері бұдан да көп. Ескертіп айта кететін, адыраспан улы болғандықтан пайдалану мөлшерін сақтап абайлаған жөн. Әдетте емшілер дәрілік шикізат ретінде шілде айында гүлдеген кезінде жинап алады. Ол кезде оның тамырдан жоғары жағынан ұқыпты кесіп, енді пісіп жетілген бұтақшаларын, жапырағы мен гүлін
бір қиқымын жерге түсірмей көлдей орамалға түйеді. Кептірер кезде темірі шатыр астындағы көлеңкелі ауа өтіп тұратын жерге қояды. Осылайша ол 2 жыл сақталады. Ал тұқымын өскіннің қауашағы ашыла бастаған кезде теріп алған дұрыс. Оны да төбесі жарық болғанымен ауа өтіп тұратын бастырма астында кептіреді. Мата төсеп тұқымын шөбі мен қауысынан ажыратады. Адыраспанның түтіні бактерия мен микробты жояды, бірақ өсімдік улы болғандықтан оны гипотония және гиперкинезбен ауыратындарға қолдануға болмайды. Адыраспаннан жасалған дәріден әйел түсік тастауы мүмкін, сондықтан оны жүкті әйелдерге де пайдалануға болмайды. Ревматизм кезінде кепкен адыраспан жапырағынан 2-3 уысын 3 литр қайнаған суға жарты сағат тұндыру керек. Кейін тұнбаны жапырағын алып тастап, ваннаға құйып, суда 20 минут жату қажет. Миопатия, миастения кезінде бір ас қасық адыраспанды 1 стакан қайнаған суға салып 60 минут ұстау керек. Кейін шөпті сүзіп алып, 2 ас қасықтан күніне 3 рет ішу керек. Алғашында 1 ас қасықтан бастауға болады. Гельминтоз кезінде адыраспанның 10-15 түйір дәнін сумен күніне 2-3 рет ішу керек. Гельминттер ағзадан 3-4 күннен соң ғана шыға бастайды. Осымен бүгінгі видеомыз аяқталды. Каналға қолдау білдіріп, лайк басып, подписка жасап, комментарий жазуларыңызды сұраймын.